Армысыздар достар, эфирде Жұлдызды Ақиқат каналы сіздермен бірге. Бүгін Ерке Есмахан мен Қайрат Нұртастың авторлық құқықты бұзғаны туралы айтамыз. Видеоны бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Ал ендеше кеттік. Сендерге кім рұқсат берді? Ақын Шөмішбай Сариевтің жұбайы Қайрат Нұртас пен Ерке Есмаханның авторлық құқықты бұзғанын айтты. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Шөмішбай Сариев авторлық құқықты бұзған өнер жұлдыздарының көшін Қайрат Нұртас бастап тұр. Танымал хитмен осыдан бірнеше жыл бұрын Шөмішбай ақынның жазған «Мазалама» атты ескертусіз репертуарына қосқаны көрінеді. Қайрат Нұртас «Мазалама» деген әні клипке түсірген. Сол клиптің тұсаукесері болған, бірақ біз білмейміз. Біреу арқылы естідік. Қайраттың өзімен сөйлеспейсің ғой, анасына хабарласып, «Ей, сендер не Шөмішбай ағанды ұмытасыңдар, әнді шығарасыңдар, клип түсіресіңдер, бізге ештеңе айтпайсыңдар» дедім. «Ой, апай, біз көп қарызданып жатыр едік» деді Гүлзира. Ақшасын бірден берді, рұқсатсыз орындағаны үшін және заңды білмегені үшін. Танымал ақынның сөзіне жазылған әндерді рұқсатсыз орындағандардың тізінде Ерке Есмахан да бар екен. Ерке Есмахан да бір әнді рұқсатсыз орындады. «Мен бәрінен де продюсерін тауып аламын. Сендер айтып жатыр екенсіңдер, музыкалық арнаға қойыпсыңдар. Сендер неге рұқсатсыз айтасыңдар» деп едім. «Апай, кешіріңізші» деді. Содан кейін бір ауыз сөз ескертті де қоя салды. Олай өзгертуге болмайды. Автордан рұқсат алу керек деп ойлаймын. Сөйтіп Ерке Есмаханнан ақша сұрады. Ерке Есмахан $2000 берген. «Өзің көрген емеспін, продюсерлермен жұмыс істеймін ғой» деді. Сондай-ақ Жұмагүл Сариеваның ашуына тиіп авторлық құқыққа қол сұққандардың қатарында Жігіттер тобы, Жігер Ауыпбаев, Ақбота Нұрсимағанбет және Диана Шарапова да шоу-бизнес жұлдыздары да бар екен. Достар, сіздерге бүгінгі видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркеліп кетіңіздер.